Анашым, тағы да қорқынышты түс көрдің бе? Тұра қой, балабақшаға баратын уақыт болды. Гу мырза, жас мырзаны алып кетесіз бе? Ертең. Сен Сяобай, аяғыңның астына қарамайсың ба? Ей, саған сөйлеп тұрмын. Бірақ сен кінәлісің ғой. Жаба аузыңды, сен менің әкемнің кім екенін білесің бе өзі? Ал сен болсаң жетімексің. Әкеңнің сені тастап кеткені таңғаларлық дүние емес. Түсіндің бе? Сен Сяобай тағы да төбелес шығарды. Гу директордың некесі туған ұлы бар. Алайда Гу мырза бұл жайтқа түсініктеме беруден бас тартты.